Алматы қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Иманбекова Назира Нұрхалиқызы. Сіздерге қашықтан оқыту жүйесіне көшуге байланысты Learning Apps сервисінде қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша мультимедиалық интерактивті жаттығулар жасау тәжірибесімен бөліспекпін. Бүгінгі таңдағы қашықтан оқыту жүйесіне көшу көптеген ізденістер мен мұғалімнен асқан бір жауапкершілікті талап етуде. Сондықтан да қазіргі таңда біз балаларға қашықтан білім беру кезінде қандай сервистерді қолданған тиімді, қайсысы осы біздің тілдік дағдыларды толық меңгеруге үлес қосады деген тақырып аясында көп ізденіс жасадық. Сол ізденістердің нәтижесінде Learning Apps сервисінің тілдік дағдыларды дамытуға өзіндік үлес қосатынына көзіміз жетті. Қазіргі таңда сіздерге тыңдалым және айтылым дағдысы бойынша дағдыны дамытуға арналған тапсырма түрімен таныстырғым келеді. Тапсырма: бос орындарға қажетті сөздерді таңдап қойыңыз. Егер окей батырмасын басатын болсақ, тыңдалым мәтіні іске қосылады. Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Осылайша оқушылар тыңдалым мәтінін тыңдап болғаннан кейін бос ұяшықтарға ұсынылған сөздердің біреуін қолдану арқылы тыңдалым мәтінін назарын шоғырландырып тыңдағанын тексеруге болады. Сондай-ақ бұл жерде балалардың тыңдау дағдысын тексеруге үлкен бір мүмкіндік туындайды. Және соңында баланың нәтижесі өте жақсы, жарайсыз деп кері байланыс беріледі. Келесі тапсырма тірек сөздердің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжау. Бұл тапсырманы тыңдалым алды тапсырма ретінде берсеңіздер болады. Яғни тыңдалым мәтінін тыңдамас бұрын балалардың тыңдалым мәтініне қызығушылығын ояту, болжам жасату арқылы сабақтың мақсатын анықтатуға болады. Оқушыларды сабаққа толыққанды жұмылдыруға өзіндік үлесін қосады. Егер мына жерге назар аударсаңыздар, мұнда сөздердің баламалы нұсқаларын табу арқылы дұрыс нұсқаны табуға болады. Егер дұрыс нұсқа анықталған жағдайда, онда ол экраннан жойылып кетеді. Егер дұрыс емес нұсқаны тапқан кезде, онда жауаптың сырты қызыл бояумен боялып, дұрыс емес екенін көрсетіп тұрады. Онда келесі бөліктерді табуға көше беруге болады. Биылғы Абай Құнанбаевтың мерейлі мерейтойына байланысты және оқу бағдарламасындағы Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасын өту кезінде бәйге ойын ұйымдастыру арқылы оқушылардың толыққанды сабаққа жұмылдыруға өзіндік үлесін қосады. Бұл сабақты бастау кезінде жүргізуге өте тиімді. Мұнда тапсырмаға назар аударсаңыздар, сұрақтарға жауап беріп, мәреге бірінші келіңіз. Бұл сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар мәреге жетуге талпынады. Мұнда екі түрі бар: играть поодиночку, яғни жалғыз ойнауға болады, және достарымен бірге ойнауға болады. Енді бұл жерде сұрақ шығады. Қазір сұрақта Аристотель қай поэманың кейіпкері? Кез келген нұсқаны таңдайды балалар. Дұрыс нұсқа белгіленген жағдайда бала мәреге бір саты жақындай түседі. Келесі сұрақ: Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді? Бұл жерде де балалардың нұсқасын таңдайды. Егер нұсқа қате болған жағдайда, дұрыс нұсқа жасыл түспен беріледі, дұрыс емес нұсқа қызыл түспен беріледі. Келесі тапсырма: Абайдың шын есімі қандай? Оқушылардың нұсқасына сай жасыл түске боялған сәтте мәреге қарай тағы бір саты жақындай түседі. Келесі сұрақ: Абай өлең жазуды қай жасында бастаған? Бұл жерде оқушылар өз нұсқасын таңдайды, соған сай дұрыс және бұрыс екені түс арқылы беріліп отырады. Келесі сұрақ: Абай Құнанбаевтың поэмасын табыңыз. Мұнда оқушылар өзіндік поэмаларды табу арқылы келесі сұраққа көшеді. Соңында баланың қанша ұпай жинағаны тақтада көрініс табады. Яғни 5-тен 4 сұраққа жауап берді, болмаса 5-тен 3 ұпай жинады деп.
Келесі тапсырма миллион кімге бұйырады. Мұнда оқшау сөздерге, яғни оқу бағдарламасында өздеріңіз білетіндей әдеби тілдік нормалық мақсаттар бар. Бұл жерде грамматикамен байланысты, тақырыптарды өтуге байланысты осындай тапсырмаларды жүргізуге болады. Мысалы, қаратпа сөз дегеніміз не деген сұраққа оқушылар дұрыс нұсқаны таңдайды, болмаса өздері дұрыс деп санаған нұсқаны таңдау арқылы біртіндеп миллионға жақындай түседі. Одағай сөз дегеніміз не деген сұраққа назар аударсақ, мұнда егер оқушы дұрыс емес нұсқаны таңдаған жағдайда, мұнда сіз жеңілдіңіз, болмаса дұрыс емес нұсқа екендігін оқушыларға белгі түстің өзгеру арқылы, хабарлама арқылы жеткізіліп отырады. Суретке қарай атауларын тиісті жазып отырады. Осылайша біз балалардың сабақтың мақсатын анықтауға көмектесе аламыз. Келесі адасқан сөздер ойыны, яғни тапсырмаға сай оқушылар берілген әріптерден спорт тақырыбына қатысты сөздерді табуы тиіс. Осы сөздер бойынша кластер жасау керек. Егер мына суретке қарайтын, сызбаға қарайтын болсақ, онда спорт деген сөзді белгілеу арқылы оқушылар осы жерге адасқан сөздерді табады. Зілтемір, спорт, сондай-ақ бұл жерде ойын деген сөздерді бала табуы тиіс. Келесі тапсырма спорт бөліміне байланысты осы спортшылар туралы мәліметтерді жинақтау мақсатында беруге болады. Бұл жерде спорт мақтаныштар галереясына сай әртүрлі ақпараттарды сол галереяға тиісті адамға орналастыру тиіс. Мысалы, бокс қолғабына байланысты ол боксшыға арналатын бала таба алу керек. Болмаса, Винокуровтың велошабандоз екенін ескеріп, оған осы суреттің тиісті екенін көрсету керек. Сондай Лондон олимпиадасына барып жеңімпаз болған адамды өзіне тиесілі спортшыға жылжыту арқылы спорт мақтаныштарының галереясын жасай алады. Қорыта айтқанда, Learning Apps сервисінде әртүрлі интерактивті тапсырмаларды жасауға мүмкіндік бар. Викторина, сұрыптау, топтастыру, жүктеу, мәтінді енгізу, кроссворд, уақытша таспа және тағы басқа. Сондай-ақ мұнда көріп отырғандарыңыздай өз сыныптарыңызды ашуға мүмкіндік бар. Өзіңіздің сондай-ақ бұл жерге сыныптарыңыздың аккаунттарын енгізу арқылы ол классқа папка ашып, сонда материалдар жинап қойған. Сондай-ақ балалардың нәтижелерін статистика бөлімінен қарауға мүмкіндік бар. Сонымен бірге, осы қосымшалардың бірін таңдау сабақ барысында мақсаттарға жету мен білімді игертуге көп үлесін қосады. Мен осы қосымшаларды сабақты білімді тиянақтау, топтық және жұптық және жаңа материалды игеру, үй жұмысын тексеру кезеңінде қолданамын. Ушинский айтқандай, мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды ізденуді тоқтатса, ол оның мұғалімділігі де жойылады.